Кітап номер 131 Сәкен Жүнісовтың «Заманай мен Аманай» атты хикаяты түскен. Жалпы автор бізде алғашқы рет кездесіп тұр. Ол кісі 1934 жылы 11 ақпанда қазіргі Ақмола облысының Кішкенекөл деген ауылда дүниеге келген. Және 2006 жылы 28 сәуірде 72 жасында Астана қаласында дүниеден өткен жазушы. 1996 жылы халық жазушысы атағын алған. Және бұл «Заманай мен Аманай» деген хикаяты 231 беттен тұратын кітап. Хикаяттың өзі Әлима деген келіншектің үйіне келіп, енесі Балзия мен 10 жасар баласы Аманайды іздеумен басталады. Сонымен ол әңгімесі ары қарай өрбіп, Балзияның өзінің немересін ертіп, анау Сәукеле деген тау бар, таудың мұзарт шыңының ар жағында ел бар, сондай бір жасыл өлке бар, өңір бар, Жетісу деген деп таныстырып, өзінің хикая әңгімелерін айтып, немересін бірге жолға алып кетуінен басталады. Және ол сол жерден бастап шегініс болып, бұл неге Балзия оны айтты және ол жерде қайдан жүр деген сұрақ туындап, шегініспен қайтадан 20 ғасырдың бас кезіне ораламыз. Яғни Қазақстан жерінде, Жетісу өлкесінде сонау бір ашаршылықтың алды, халықтардың босып, жаңағы кәмпеске кезінде қызылдардың билікке келуі және байқұлақтардың мал мүлкін тартып алу кезі орын алуы жаңағыдай мәлімделеді. Және Балзияның анасы жоқ, әкесі бай қуатты адам болған. Және өзінің үйленгелі жүрген Атымтай деген жаңағы болашақ күйеуі қызылдар жағында болады. Және оның әкесін тұтқынға алуға бел байлап келген кезде әкесі осы қызымен әңгімелесіп отырып, оның осы Атымтайдың әкесі сонау бір оңтүстіктен өзінің қалыңдығын алып қашып келген кезде осы елді паналап, осында қалып қойғандығы, оның аты Сейіт Баттал болғандығы, оның Баянкүл деген әйелі болғандығын, және олардың Атымтай деген баласымен осы жаңағы әкесі Сәлімгерей мен Қалиманың баласы Балзия да бір уақытта босанғандығы туралы, және бұлар бала кезден аттастырып кейін осы таяуда үйленбекші болғандығы туралы айтады. Және ол Сейіт Батталдың екі әйелдің екі түрлі аңға жерік болғандығы, және Атымтайдың анасы аюға жерік боп, әкесі еріксізден аңшылыққа барып аюды атып келгендігі туралы әңгіме айтады. Кейін сол аюдан қаза тапқан деп мәлімдейді. Сөйтіп отырған кезде жолға шығуға уақыт туып, әкесі, Балзияның әкесі Сәлімгерей ауылдың ақсақалдарымен бірге мал мүліктерді алып, жаңағы Қытай жеріне аспақшы болады. Әйтсе де дер кезінде сол жердегі Есет деген адамдардың айтып қоюына қарай қызылдар, соның ішінде оның болашақ күйеуі Атымтайлар әскермен барып атысып, көшкен босқан елді қайтадан қайтарып алып келеді. Соның ішінде жаңағы оқ тиіп, Балзияның әкесі Сәлімгерей о дүниеге аттанып кеткен екен. Және әкесінің жаназасы өтіп, әкесін жерлегеннен кейін Балзия сол ауылдың ақсақалдарын шақырып алып, сондай бір еркектік мінез көрсетеді. Яғни, ал ауылдың ақсақалдары, не түйген ойларың бар, отырыңдар да әңгімелеріңді айтыңдар деп бастап, ақыры ешкім үндемегеннен кейін, әкем бастаған істі мен соңына жеткіземін, елді мен бастап, жаңағы Қытай жеріне мен бастап барамын, ауатын болсақ бірге ауамыз, бүгін кешке дайын болыңдар деп, әлгі айтып қоятын жансыз Есетті кезінде ғашық болғандығын пайдаланып, сол Есетті өзіне қарай тартып, оны арғы бетке барғаннан кейін сондікі болатындығын, тұрмысқа соған шығатындығын айтып, барлық ауылды иіріп алып кетеді. Көкөзек деген өзеннің бойында деп келтіреді. Яғни бұл сол Сарқанның маңайы болуы керек шамалы. Сөйтіп бұлар Әлмен Сәлмен деген екі атақты ұрыларды алдыға салып,
таудан аспақшы болған кезде атымтайлардың отрядына тап болады. Сөйтіп қыл көпірдің үстінде не ары жол жоқ, не бері жол жоқ. Жылқылардың бәрін тастап, адамдар бір-бірлеп қана өтіп, жаңағы күшінің аз екенін білгеннен кейін қызылдар да өздерінің кезектерін беріп, қызылдар өз жағына қарай, ал жаңағы балзия бастаған топ Қытай жеріне қарай көшеді. Сөйтіп бірнеше күн көшіп, сол бір жолда қайғылы оқиға болады. Кейіннен бізге таныс болатын Томар Омар деген кісі, яғни аяғы саннан төмен жоқ Томар Омар деген кісі, және ол кісінің Қанипа деген көтеріліп ауыратын әйелі туралы оқиға осы кезде орын алған екен. Яғни Томар Омардың және Қанипаның 4 жасар Меруерт деген қызы болған екен, және бұлар сондай бір боранды күнге тап болып, біраз жерден таудан асып өткеннен кейін Меруерттің жоқтығын аңғарады. Сөйтіп еріксізден артқа қарай шегініп іздеп барса, сонау бір мұзарт таудың ішіндегі қатпар-қатпар мұздардың арасында қыздың жылаған дауысы естіледі. Сол кезде Томар жаңағы арқанды беліне байлап сол жерге түседі. Сөйтсек ол көп салалы мұзды шатқал, өзі 2-3 күн жатып қалып, әрең дегенде шығады. Аяғы үсіп қалған, бірақ 4 жасар Меруерт деген қыздарын сол жерге мәңгіге тастап кетеді. Яғни оны таба алмай, ақыры ол қыздан айырылып қалады. Сондай бір ауыр күйзелістен кейін Томар Омардың Қанипа әйелі ауруға шалдығады, есінен ауысып, өзінің саннан төмен аяғын кесіп тастайды. Сондай оқиғаға тап болған осы Омар Қанипа секілді ауылдастарымен балзия Қытай жеріне барып өмір кешеді, тұрады, және кейін осы Қазақстан жерінде Атымтайдан аяғы ауыр жүкті болып келген балзия Атымтаймен қоштасар кезінде айтады: ішімдегі баламды аман есен босансам атын Заманай деп қоямын, себебі әкем әрдайым әй заманай деп күйініп жүретін, сондай бір заманға тап болдық ай деп жүретін әкемнің сөзі болатын. Ұлымның атын Заманай қоям деп. Сөйтіп шынында да Заманай қойған екен. Ол Заманай Қытай жеріндегі ауыр қара жұмысқа салу үрдісі кезінде шахтаның астында қалып қойып қаза тапқан екен. Сол Әлима деген осы Заманайдың әйелі болып табылады. Және олардан туған баланы Аманай қойған екен. Яғни Заманай деген балзия мен Атымтайдың баласы. Заманай деп қойғаны сол заманның ауыр болуына қарай атасы Сәлімгерейдің Заманай дей бергеніне қарай Заманай қойған. Ал Аманай деген солардың Заманайдың баласы Аманай. Ол яғни аман есен қайтадан отанға оралу деген нышанда қойылған, ырымдап қойылған есім секілді. Сөйтіп балзия 10 жасар немересін ертіп алып тауға барып, таудан мұзарттан асып, біраз жер жүргеннен кейін қартайған қария, қарт жаңағы әже қатты сондай бір ауруға шалдығып, соңына дейін бара алмайтындығын сезіп, бір үңгірдің ішінен паналайды. Ол жерде де қызықты оқиғалар болады. Яғни аюды көреді, өліп жатқан қоянды алып келіп жейді, және су жоқ, су іздеп, жаңағы таңқурай тауып деген секілді көптеген оқиғалар орын алады. Ең соңында жаңағы қыл көпірге келсе, көпірдің жартысы опырылып түсіп қалған екен. Сонымен артқа қайтатын жолда көпір толық болмай, айналып қайтқанға балзияның шамасы келмейтіндігін біліп, Аманайға сен енді жол былай барасың деп жолдың жобасын нұсқап, сол түнде өзі ағып атқан, күркіреп атқан өзенге түсіп, о дүниеге аттанады. Ал Аманайды біраз күннен кейін шекара қызметкерлері тауып алып, бірнеше күн емдеп, көптеген ай бойы әскери госпитальда емделіп шыққан Аманайды аман есен өзінің отанына қауыштырады, тарихи отанына. Енді бұл жерде Сәкен Жүнісовтың негізгі шығармасында сондай бір екпін қойылған, қиыншылыққа шыдамай өзге елге ауып кетті деген көзқараста қараған екен. Мысалы біз басқандай көзқараста қарасақ, Қытайға ауған қазақтарды Сәкен Жүнісовте бір сондай бір екпін бар секілді сезілді маған.
Десек те жақсы, өте керемет шығарма. Сондай бір колхоздастыру, кәмпеске, ашаршылық секілді көптеген тарихи кезеңдерді қамтыған екен. Қытай жерінде қазақтар қазақтың қайтадан атамекенге алып келуі, соны аңсау секілді көптеген жақсы жаңағы сюжеттерді енгізген екен. Тамаша кітап. Бұны да оқып шықтық. Енді келесі кітабымызға өтейік. Антуан де Сент-Экзюпери, Кішкентай ханзада.